Команда біз қазір тамақтанып отырмыз. Coral Club компаниясымен бірге біз кереметтей отельдеміз. Қазір конференция жүріп жатыр Анталия қаласында. Енді мен қарсы алдымда отырған осы Coral Club компаниясындағы лидер, көптен бері жұмыс істеп келе жатқан. Компанияда қанша жыл болды? 14 жыл болды, я. Мен как раз тамақтан кейін сұрақ қойып отырғанмын. Сразу мына суды ішуге бола ма? Coral Mine H500 қосылған суды ішуге бола ма? Осы сұраққа не деп жауап берер едіңіз? Жоқ, ішуге болмайды. Себебі бұл H500 пенен Coral Mine суға қосқанда су өте сілтілі болады. Қазақша айтқанда сілтілі дейді, негіздік дейді, щелочной су бар. Сильно щелочной су болады. Біздің тамағымыз ол кислый реакцияда ериді. Сосын біз тамақ ішкенде оған бүт тамып тұрады ғой, желчный күйде, желч. Желчтың өзі негізі соляный кислота. Пашы бірге тең. Сол тамақты езу керек. Мясорубкадан өткен ұқсат, езет тек қана. Сен мына суды ішетін болсаң, ана процесс кислотный, щелочной равновесие разрушается, потому что тамағың дұрыс еріне қалады. Щелочной болып кетеді, оның ішінде кислый среда болу керек, сильный. Әбден еріп еру керек. Мне тоже сделайте один сок. Содан кейін сен 2 сағаттан кейін ішесің. Ты как поела, да, хорошо? В общем, щелочную пьем воду, тамақ ішкеннен кейін через 2 часа. А сок, жай су іше беруге болады, в принципе. Потому что это не щелочная. Нет, даже обычно. Как я поняла, біздің суды между едой, между всякими тамақтардың арасында ішеміз. Да. Не смешивай с едой, не смешивай. Все понятно, рахмет. Бұл өте құнды ақпарат болды, себебі біз енді көп адам негізі бұл информацияны білмейді. Тамақты да, бадыды да іше береді щелочная сумен. Сосын 2 сағаттан кейін біздерде желудоктың ішінде клапан бар ғой. Сол ашылады. Біз ішкен асымыз 2 сағаттың ішінде манағы өтпенен қосылып, былқып, мясорубкадан өткен құсап жұмсарады. Сосын 2 сағаттан кейін барып біз ішеміз. Сол кезде ол, щелочной су, ол 12 шекке келеді, қазақша айтқанда. 12 перстный кишечник. Сол жерде 4 сағат расщепляется. Фермент, потому что онда фермент бар, фермент ұйқы келеді. Керемет. Сол кезде желудокты смывать етеді, желудокта остаток пищи не должен находиться. Бізде көп адамдар жүріп тамақты жей береді, бірнелерді безбере кетсіз ғой. Сосын болды, желудочный кишечный тракт не. Обязательно язу желудок болып шығады. Яғни тамақтың орнымен болу керек дейсіз ғой. Таңертең, мысалға, обедпен жаңағы кештің ортасында бір перекус, сол сияқты. И арада жаңағы щелочная вода. Но бірақ тамақтан кейін бір 2 сағаттардан кейін өткеннен кейін барып ішесіз. Оған дейін можно обычную воду или соки. Үлкен рахмет сізге. Алла разы болсын, менің командама өте құнды ақпарат болды бұл. Анталиядан, Түркиядан жалынды сәлем. Coral Club компаниясы.